Қайырлы күн, 9 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Кеңес одағының ыдырауына экономикалық себептер қаншалықты әсер етті деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге Кеңестік социалистік республикалар одағының ыдырау себептерін талдап, оқиғаларға баға беретін боламыз. 1991 жылғы 25 желтоқсанда Кремльдің үстінен Кеңестер одағының мемлекеттік туы түсірілді. Кеңестік социалистік республикалар одағының президенті Михаил Сергеевич Горбачев өзінің КСРО президенті қызметінен кететінін жариялап, Кеңес қарулы күштерінің жоғары бас қолбасшысы өкілеттігін тоқтату туралы жарлыққа қол қойды. Келесі күні КСРО жоғары кеңесі тәуелсіз мемлекеттер достастығының құрылуына байланысты КСРОның өмір сүруін тоқтататын туралы декларацияны қабылдады. Қазіргі заманғы зерттеушілердің бірқатары КСРОның ыдырауына объективті себептер қалыптасқанын айтады. Алайда көпшілік кеңестер азаматтары үшін бұл оқиға толық күтпеген жағдай болды. 1990 жылы Кеңес одағы әлі де аса ірі держава мәртебесіне ие болып, социалистік лагерь елдерінің көшбасшысына саналды. Оның экономикасы жалпы ішкі өнім көлемі бойынша әлемде ақш-тан кейінгі екінші орында тұрған болатын. Екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіс Кеңестер одағының әлемдегі беделін арттырды. КСРО Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі орнын иеленді. Еуропаның шығыс бөлігіндегі бірқатар елдер социализмді құруға кірісті. Кеңестер одағы әлемдік социалистік лагердің көшбасшысына айналды. Сталиннің беделі күшейіп, ол қоғам өмірінің барлық саласына қатаң бақылау орнатты. Экономиканы қалпына келтіру үшін әкімшіл, әміршіл басқару әдістері, Германияның репарациялары, әлеуметтік шығындарды қысқарту, әскери тұтқындар мен кулак тұтқындарының арзан еңбегі, халықты мемлекеттік қарыздарды сатып алуға мәжбүрлеу қолданылды. Негізгі назар ауыр өнеркәсіпті дамытуға аударылды. Ауыл шаруашылығында өнімді жеткізу көлеміне қойылатын талаптар артып, баға бұрынғы қалпында сақталды. Үйіргесіндегі жер телімдері қысқартылды, ал шаруаларға төлқұжаттар берілмеді. 1953 жылғы 5 наурызда Сталин қайтыс болды. Сол жылдың қыркүйегінде Кеңестер одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болып Хрущев сайланды. 1956 жылы өткен коммунистік партияның 20 съезінде Хрущевтің баяндамасында алғаш рет Сталинге сын айтылды. Сталиндік қуғын-сүргін құрбандары, жер аударылған халықтар ақталды. Олардың автономиялары қалпына келтірілді. Экономика әлеуметтік бағытқа ерекше көңіл бөле бастады. Жеңіл өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығына инвестициялар артты. Кәсіпорындар мен колхоз басшыларына көбірек құқық берілді. Тың және тыңайған жерлерді игеру басталды. Ауыл шаруашылығының дамуына бұрынғы қарыздардың кешірілуі, өнімге сатып алу бағасының көтерілуі, ауылды әлеуметтік дамытуға мемлекеттік шығындардың көбеюі, жеке қосалқы шаруашылыққа салынатын салықтың жойылуы, колхозшыларға жалақы мен зейнетақы енгізілуі, төлқұжаттың берілуі ықпал етті. Алайда 50-ші жылдардың соңына қарай реформалар баяулай бастады. Азық-түлік мәселесі күрделене түсті. Хрущевтің бастамасымен дәстүрлі дәнді дақылдардың орнына жүгері егісінің көбеюі жағдайды ушықтырды. Дәнді дақылдардың түсімі төмендеп, 1963 жылдан бастап КСРО шетелден астық сатып ала бастады. Соған қарамастан халықтың тұрмыс деңгейі өсті. Зейнетақылар көбейді, салықтар азайды, жоғары сыныптар мен жоғарғы оқу орындарында оқу ақысы жойылды. Тұрғын үй құрылысы арта түсті. 1970 жылдардың соңына қарай қалалардағы отбасылардың 80% жеке пәтерлер алды. Білім беру сапасының өсуі ғылым мен техниканың дамуына ықпал етті. 1957 жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан алғашқы жер серігі ұшырылды. 1961 жылы 12 сәуірде Гагарин алғашқы адам ретінде ғарышқа ұшты. Алғашқы атом электр станциялары мен атомдық кеме құрылысы басталды. 1964 жылы Хрущев қызметінен алынып, оның орнына Леонид Ильич Брежнев келді. 1965 жылы экономикалық реформа басталды.
1965 жылғы наурыз пленумында кеңестер одағының коммунистік партиясы ауыл шаруашылығына капитал салымдарын ұлғайтып еңбек өнімділігін ынталандыруға шешім қабылдады. Алайда ауыл шаруашылығы техникасының қымбаттауы, сатып алу мен бөлшек сауда бағасының арасындағы айырмашылықтың артуы көптеген колхоздар мен совхоздарды шығынға батырды. Ауыл тұрғындары жаппай қалаға көше бастады. Өнеркәсіптегі реформаларды 1964 жылғы 15 қазаннан бастап КСРО министрлер кеңесінің төрағасы болған Косыгин басқарды. Жүргізілген реформалардың нәтижесінде 1966-1970 жылдардағы 8-ші 5 жылдық алтын 5 жылдық деп аталды. Ұлттық табыс 42%-ға, өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 51%-ға, ауыл шаруашылығы өнімділігі 21%-ға өсті. Алайда реформалардың әрі қарай тиімділігін министрліктердің көбеюі, көрші кәсіпорындардың әртүрлі министрліктерге бағыныштылығы тежеді. Кәсіпорындардың дербестігін арттыру орталық билікке қауіп ретінде қабылданды. 1970 жылдардың басында батыстағы мұнай дағдарысы мен Сібірдегі мұнай кен орындарының игерілуі экспорт көлемінің арттыруына әкелді. Мұнай сатудан түскен валюталық табыс экономиканың кейбір мәселелерін шешуге мүмкіндік берді. Алайда жаңа кәсіпорындарды көбейту арқылы экстенсивті даму еңбек ресурстарының жетіспеушілігін тудырды. Жұмысшылардың еңбек нәтижесіне деген ынтасы төмендеп, өнім сапасының нашарлығы, өндірістегі материалдық шығындар, тауар тапшылығы арта түсті. 1980 жылдардың басында КСРО азық-түлікті көбірек импорттай бастады. 1980 жылдардың ортасында кейбір аймақтарда азық-түлік карточкалары енгізілді. Адамдардың тұрмыс деңгейі төмендеді. Себебі табыс өсу қарқыны тауарлар мен қызметтер өндірісінен асып түсті. Елде жаппай тауар тапшылығы, дүкендерде ұзақ сонар кезектер пайда болды. Алып-сатарлық, жемқорлық, қылмыс, маскүнемдік өршіді. Соған қарамастан ресми идеология кеңестер одағында дамыған социализм қоғамы құрылғанын жариялады. Экономиканың дамуына қару-жарақ жарысы мен 1979 жылы басталған Ауғанстандағы соғыс теріс әсер етті. 1982 жылы 10 қарашада Брежнев қайтыс болды. Жаңа кеңестік басшы болып бұрынғы мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің төрағасы Андропов сайланды. Ол кеңес қоғамының дамуындағы қайшылықтарды мойындап, өндірісте тәртіп пен жауапкершілікті күшейту шараларын жүргізді. Алып-сатарлыққа, заңсыз табысқа және жемқорлыққа қарсы күрес басталды. Алайда 1984 жылдың ақпан айында оның қайтыс болуы реформаларды тоқтатты. 1984 жылдың ақпанынан 1985 жылдың наурызына дейін партия мен үкімет басында Черненко болды. Оның тұсында Брежнев кезеңінің ең нашар тәжірибелері қайтадан жанданды. Басшылықта коммунизм құру жолының дұрыстығына сенім нығайып, оппозиция мен батыс державалардың сыны ескерілмеді. Тапсырма: 4 топқа бөлініп, КСРО-ның 1950-1980 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық саяси жағдайына IDEA әдісімен талдау жасаңыздар. – 1985 жылы 11 наурызда Кеңестер одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысы болып Михаил Сергеевич Горбачев сайланды. Оның бастамасымен жүргізілген реформалар 3 кезеңнен тұрды. 1985 жылы 23 сәуірде өткен Кеңестер одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің пленумында Горбачев елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын жетелдету бағытының басталғанын жариялады. Бұл бағыт мынадай шараларды қарастырды: өндірісте ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін енгізу, күрделі құрылысты қысқарту, еңбек тәртібін нығайту, еңбекақының жаңа түрлерін енгізу еді. Басты міндеттер ретінде тұрғын үйлерді салу, халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету белгіленді. Сонымен қатар 1984 жылы басталған білім беру реформасын жалғастыру жоспарланды. Мектептердің 11 жылдық оқу жүйесіне көшуі, 1-ші сыныпқа 6 жастан қабылдау басталды. Осы кезеңде гимназиялар, лицейлер, авторлық мектептер сияқты
жаңа үлгідегі мектептер пайда болды. Барлық халықты компьютерлік біліммен қамтуға ерекше көңіл бөлінді. Әкімшілік шараларының бірі ретінде 1985 жылы 7 мамырда қабылданған ішімдікті және маскүнемдікті еңсеру шаралары туралы қаулы бойынша араққа қарсы науқан басталды. Алкоголь өнімдерін азайту, жүзім алқаптарын кесіп тастау, шарап зауыттарын бұзу бюджетке түсетін қаржының азаюына әкелді. Бұрын тамақ өнеркәсібі мемлекетке жыл сайын 60 миллиард рубль кіріс әкелсе, 1986 жылы тек 38 миллиард, 1987 жылы 35 миллиард рубль кіріс әкелді. Алайда елдегі маскүнемдер саны азайған жоқ. Керісінше, нашақорлар мен токсикомандар көбейді. 1986 жылдың мамырында мемлекеттік қабылдау туралы заң қабылданды. Бұл заң өндірілетін өнімді мемлекеттік қабылдауды енгізді. Оның қабылдауының себебі 1981-1984 жылдары стандартқа сай келмейтін құрал-жабдықтар мен тауарлар үшін бағаның төмендетілуінен бюджет 12 миллиард рубль шығынға ұшыраған еді. Жаңа заң еңбек тәртібін және өнім сапасын арттырады деп күтілді. Себебі мемлекеттік қабылдау комиссиясы кәсіпорын әкімшілігінен тәуелсіз болды. Алайда іс жүзінде жоспар орындалмағандықтан өнім көлемі азайды. 1986 жылы 19 қарашада қабылданған жеке еңбек қызметі туралы заң жеке кәсіпкерлерге халық тұтынатын тауарлар мен тұрмыстық қызмет көрсету саласында жұмыс істеуге мүмкіндік берді. Дегенмен, жалдамалы еңбекті қолдануға тыйым салынды. Реформалардың жүруіне 1986 жылғы 26 сәуірде Чернобыль атом электр станциясындағы жарылыс кері әсер етті. Тәуелсіз ақпарат агенттігі, яғни Интерфакс деректеріне сүйенсек, апатты жою үшін КСРО 1986-1991 жылдар аралығында 25-30 миллиард рубль қаржы және материалдық ресурстар жұмсаған екен. 1986 жылы өткен КОКП-ның 27-ші съезінде Горбачев елді демократияландырудың қажеттілігін, жариялық саясатын, яғни шешімдердің ашық қабылдауы мен ақпараттың бүкіл азаматтарға қолжетімділігін жария етті. Сол баяндамада халықаралық қатынастарға жаңа саяси ойлау тұжырымдамасы енгізілді. 1986 жылдың желтоқсанынан бастап белгілі құқық қорғаушы академик Андрей Сахаровтың саяси жер аударудан қайтып келуімен саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау процесі басталды. 1987 жылы 27-28 қаңтарда өткен Кеңестер одағы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пленумында Горбачев қайта құру және партияның кадрлық саясаты туралы баяндамасында қайта құру жоспарын ұсынды. Бұл жоспар саяси реформаларға негізделіп, оның нәтижесінде қоғамның әлеуметтік-экономикалық жаңаруы күтілді. 1987 жылы цензура әлсірей бастады. Бұқаралық ақпарат құралдарына кеңестік қоғамның кемшіліктерін сынауға рұқсат етілді. 1988 жылы 8 маусым 1 шілде аралығында өткен Кеңестер одағы Коммунистік партиясының 19-шы бүкілодақтық партия конференциясында мемлекет басшысының баяндамасында партия органдары мен кеңес органдарын ажырату қажеттілігі мойындалды. Партконференцияның қарары 1989 жылдың сәуірінде халық депутаттарының съезін өткізу және сайлау ұйымдастыруды қарастырды. Экономикалық реформалар 1987 жылғы 30 маусымда қабылданған мемлекеттік кәсіпорын туралы заңнан басталды. Ол шаруашылық есеппен өзін-өзі қаржыландыруды енгізуді қарастырды. 1988 жылғы 1 шілдеде қабылданған кооперация туралы заңның жүзеге асуына мемлекет тарапынан шикізат пен ресурстарға монополия кедергі болды. 1988 жылдың мамырында ауыл шаруашылығында жалға алу шарты енгізілді. Бірақ шаруалардың жерді 50 жылға жалға алу және алынған өнімді өз бетінше иемдену құқығы болмады. Барлық құқық колхоздарға берілді. Соның салдарынан 1991 жылдың жазында жыртылатын жердің тек 2% ғана жалға алу шартымен өңделді. 1989 жылғы 25 мамыр 9 маусым аралығында КСРО-ның бірінші халық депутаттарының съезі өтті. Оның шешімдері
ксро президенті қызметін құру және ксро конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және қоғамдық бірлестіктер туралы заңдардың қабылдануына әкелді. Бұл елдегі саяси жағдайды одан әрі өзгертті. 1988 жылдан бастап ауыл шаруашылығында, ал 1990 жылдан бастап өнеркәсіпте өндірістің қысқаруына байланысты инфляция басталды. Азық-түлік пен бірінші қажеттіліктегі тауарлардың карточка арқылы бөлінетін тізімі кеңейді. 1989 жылдың жазынан бастап Донбасста, Кузбасста, Қарағандыда, Воркутада алғашқы жаппай жұмысшылар ереуілдері басталды. Бұл ереуілдерде экономикалық қана емес, саяси талаптар да қойылды. Қайта құрудың баяу жүруі сынға алынды. 1990 жылдың наурызының ортасында өткен үшінші кезектен тыс халық депутаттарының съезінде Горбачев КСР тарихындағы тұңғыш президент болып сайланды. 1991 жылға қарай нарықтық экономикаға көшу жоспарланды. Бірақ бұл көшу өндіріс деңгейінің күрт төмендеуіне алып келді. Тапсырма: 4 топқа бөлініп, қайта құру кезеңіндегі реформаларға свод талдау жасаңыздар. мың 1988-1991 жылдары одақтас республикалардағы ұлтаралық қатынастар мәселелері шиеленісті. Бірқатар этникалық қақтығыстар орын алды. Олар 1988 жылғы Таулы Қарабақ пен Сумидете армян-Азербайжан қақтығысы, 1989 жылғы Ферғанадағы өзбектер мен месхет түріктерінің арасында, Сухумиде грузиндер мен абхаздар арасында, 1990 жылы Бакуде, Цхенвалиде грузиндер мен осетиндер арасында болып өтті. Қақтығыстар аясында одақтас республикалардың сепаратистері мен ұлтшылдары өз аумақтарының КСР тарапынан басып алынғаны туралы идеяларды насихаттады. Әсіресе Балтық жағалауы республикаларында бұл әрекеттер белсенді түрде жүрді. 1990 жылы 11 наурызда Литва КСР Литва республикасы болып қайта аталды. 1990 жылы 30 наурызда Эстонияда, ал 4 мамырда Латвияда осындай актілер қабылданды. Алайда ұлтаралық және федеративтік қатынастарды реттеуге байланысты заңнамалық актілер тек 1990 жылдың көктемінде ғана қабылданды. Ол кезде орталық биліктің беделі қатты әлсіреген еді. Билік әрекеттерінің қарама-қайшылығы мынада болды. Бір мезгілде КСР азаматтарының ұлттық тең құқықтарына қол сұғушылық пен одақ аумағының бірлігін күшпен бұзғаны үшін жауапкершілікті күшейту туралы заңда, сондай-ақ одақтас республиканың КСР құрамынан шығу мәселелерін шешу тәртібі туралы заңда қабылданды. 1990 жылы 29 мамырда Ельциннің Ресей Коммунистік Федеративтік Социалистік Республикалар жоғары кеңесінің төрағасы болып сайлануы Горбачевпен арадағы текетіресті күшейткендіктен жағдайды күрделендірді. 1990 жылы 12 маусымда РКФСР халық депутаттары съезі Ресейдің егемендігі туралы декларацияны қабылдады. Одақ билігінен тәуелсіз саясат жүргізе бастаған басқа республикаларда одақтық бюджетке салық төлеуден бас тартты. 1991 жылы 17 наурызда өткізілген референдумның қорытындылары бойынша халықтың басым бөлігі бірыңғай одақтық мемлекетті сақтап қалуға дауыс берді. 1991 жылы 20 тамызда егемен республикалар одағы туралы федерация шартына қол қою жоспарланды. Алайда 1991 жылы 19 тамызда мемлекеттік төңкеріс жасау әрекеті басталды. Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комитет құрылды. Оның құрамына вице-президент Янаев, КСР қорғаныс кеңесі төрағасының бірінші орынбасары Бакланов, мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің төрағасы Крючков, КСР премьер-министрі Павлов, ішкі істер министрі Пуга, өнеркәсіп, құрылыс және көлік мемлекеттік кәсіпорындар мен объектілері ассоциациясының президенті Тезеков кірді. ТЖМК КСР-ны сақтап қалуға, елдегі жағдайды өзгертуге және сол кезде Қырымда демалыста жүрген Горбачевтың отставкаға кетуіне қол жеткізуге әрекет жасады. 1991 жылы 19 тамызда
Мәскеуге бронетехника мен әскери бөлімдер енгізілді. РКФСР жоғары кеңесі үйінің жанындағы стихиялы митингте Ельцин Ресей азаматтарына үндеуін оқып берді. Онда ТЖМК әрекеттері реакциялық, антиконституциялық төңкеріс деп аталды. Көптеген қалаларда халық ТЖМК-ға қарсы митингілерге шықты. 21 тамызда қарсылық ТЖМК-ның жеңілісімен аяқталды. 22 тамызда комитет мүшелері тұтқындалды, ал Горбачев Қырымнан қайтып оралды. 1991 жылы 24 тамызда РКФСР министрлер кеңесі КСРО министрліктері мен ведомстволарын басқаруды өз қолына алды. Горбачев Кеңестер одағы коммунистік партиясы орталық комитеті бас хатшысы өкілеттілігінен бас тартты. Орталық комитет те өзін-өзі таратып жіберді. 1991 жылы 29 тамыздан бастап Кеңестер одағы коммунистік партиясының қызметі бүкіл КСР аумағында тоқтатылды. 1991 жылы 20 тамыз бен 27 қазан аралығында 11 одақтас республика өздерінің тәуелсіздігін жариялап КСР құрамынан шықты. 1991 жылы 9 желтоқсанда республикалар егемен мемлекеттер одағы туралы шартқа қол қоюы тиіс болатын. Алайда 1991 жылы 8 желтоқсанда Ресей, Украина және Белоруссия басшылары Борис Ельцин, Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич КСР-ның өмір сүруін тоқтату және тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру туралы келісімге қол қойды. 1991 жылы 21 желтоқсанда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының астанасы Алматы қаласында 11 одақтас республиканың басшылары 1991 жылы 8 желтоқсандағы тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру туралы келісімге қосылу жөніндегі хаттамаға қол қойды. Республикалар ТМД-ға тең құқықтағы негізде құрылтайшы ретінде кірді. Грузия 1993 жылы ТМД-ға мүше болды, алайда 2008 жылы одан шығып кетті. Тапсырма: 4 топқа бөлініп, КСР-ның ыдырау себептеріне тест талдау жасаңыздар. Үйге тапсырма: КСР-ның ыдырауы кездейсоқтық па, әлде заңдылық па тақырыбына эссе жазыңыздар.